Так, сабағымызды бастай берейік. Бізде бүгінгі сабағымыз органикалық химияға кіріспе. Так, органикалық химия, білесіздер, қолданыс аясы өте кең. Негізі құраушысы көміртек элементі болатын, тез балқитын, қайнау балқу температуралары төмен, сосын ковалентті полиоссыз байланыс кездесетін, сосын оларда негізі құрылымдық формула, молекулалық формула деген сияқты бірнеше ерекшеліктерге негізделе отырып, номенклатура, халықаралық номенклатура бойынша аталатын, былайша айтқан кезде саны көп, сондай қолдану аясы кең заттар. Былайша айтқан кезде этил спирті, метил спирті, метан газы деген сияқты, лимон қышқылы, сүт қышқылы деген сияқты өте кең, негізгі құраушысы көміртек болып табылады. Енді органикалық қосылыстар оттектегі оттектің ішіндегі негізгі құраушыларына қарай. Мысалы, негізгі құраушысы көміртек пен сутек болса, онда көмірсутектер, оттек болса, оттекті органикалық қосылыстар, азот болса, азотты органикалық қосылыстар, сосын көміртектен басқа су молекуласы кездесетін көмірсутектер болып осылай негізі 4 топқа жіктеледі. Енді біз қазір бүгінгі сабақта көбінде осы көмірсутектерге ораламыз. Көмірсутектер. Енді көмірсутектер де бұнда екіге бөлінеді көмірсутектер. Бұнда формулаға, жалпы формулаға бағынатын, бағынбайтын. Мысалы, көміртектерге қажетті сутегі толық болса, мысалы, мына формулаға бағынса, бұл қаныққан көмірсутектер жатады. Сосын құрамында бір дара байланыс кездесетін, сосын соңы анмен аяқталатын, сондай заттарды қаныққан көмірсутектер немесе оны алкандар деп қарастырамыз. Сосын қанықпаған деп болады, мынаған қарағанда кішкене сутек саны кемдеу. Олар қанықпағанға, мысалы, N жұрнағы бар, екі еселі байланыс кездесетін алкен, негізгі жалпы формуласы көміртек саны N, сутек саны екен. Сосын осы N жұрнағынан екі еселенетін алкадиендер, сосын алкин, бұл жерде көміртек пен көміртектің арасында байланыс, үш еселі байланыс болып келетін жұрнағы ин, жалпы формуласы көміртек N, сутек екен, азайту 2. Осындайға бағынатын көмірсутектер. Сонымен бірге көміртек пен көміртек бірдей, бір жазықта байланса, бұл тізбектелген көмірсутектер. Сосын бұнандай сақина түссе, ол былайша айтқан кезде циклды көмірсутектер болып келеді. Бұл әрбір неде бар, мысалы, дара байланысқан болса, мысалы, мынаған кіреді. Алкандарға, мысалы, циклоалкандарға, мысалы, циклобутаннан әрбір бір көміртек деп қарастырсақ, циклобутан, циклогексан деген сияқты дара байланыс. Мына неге бағынбайды, формулаға бағынбайды, бірақ дара байланыс болғандықтан, цикл түзгендіктен бұл тоже қаныққан көмірсутектерге жатады. Сосын екі жерде кездесетін көмірсутектер бар, еселі байланыстар бар. Бұларда алкендердің бағынбаса да, бұл алкандердің бір класы болып есептеледі. Мысалы, алкадиендер екі жерде кездеседі дегендей. Бұл алкадиендердің формуласы көміртек N, сутек екен, азайту 2. Мынаған бағынады формуласы. Сондықтан да
бір-біріне изомер, формуласы бірдей. Алкадиен менен алкин формуласы бірдей, бірақ қасиеті, құрылымдық формуласы әртүрлі болып келеді. Енді жалпы осы негізі қазір біз қарастырып жатқан алкан, алкин, алкадиен, циклоалкан болсын, барлығының негізгі бір ортақ қасиеті оттегіне жанған кезде көміршікл газы және суды бөледі. Екіншісі, барлығы көмірсутектерден тұрған, мыналардың бәрін мен таныстырған. Сосын көбінде мына изомер саны, көбінде мысалы алкандарда мысалы изомер саны бірінші, екінші, үшіншілерде изомер саны жоқ болып келеді. Изомер саны, көміртек саны азайған сайын бұлардың изомер саны азаяды былайша кезде. Сосын бір-біріне айналу генетикалық байланыс құралады дегендей. Енді мен жеке тоқталайын. Мысалы бірінші алкан. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, метан, этан көміртек саны 2 болса, этан көміртек саны 3 болса, пропан көміртек саны 4 болса, бутан көміртек саны 5 болса, пентан көміртек саны 6. Осылай жаттап аламыз да, анмен аяқталғаннан кейін ол сутектің саны екенін қосу 2-ке бағынады деп есептей саламыз. Мысалы, пентанда көміртек саны 10 деген, 12 дегендей. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, барлығында дара байланыс. Бұлардың гибридтену типі SP3 гибридтену. Өйткені метанға қарайтын болсақ, көміртек ең негізгі элемент болса, мысалы сосын мынаның негізгі бөлінетін электрон саны 4, бөлінбейтін электрон жоқ, барлығын толықтай көміртек алғандықтан 0 болады. Енді осы 4 ол SP3-ге болады, өйткені біреуі S ұяшыққа, қалғаны P. Сонда мысалы 1, 3, 4 шықты деген сөз. Міне осылай SP3 гибридтенуге жатады. Өйткені бұл қозған күйде болғандықтан мына жерде 2 қалмайды, 2-ның біреуі мына жаққа өтеді деген сөз. Сондықтан мына жерде 1 деп есептейміз. Гибридтену SP3 дара байланыс, ковалентті полюсті байланыс болып келеді. Көбінде байланыс ұзындығы 0,154, мына жерде жаттап алсақ болады. Байланыс бұрышы 109, 28, сосын байланыс энергиясы 347. Сосын мына жерде химиялық қасиеттеріне, міне физикалық қасиеттер. 1-ден 4 аралығында газ, 5-тен 15 аралығында сұйық, 16-тан жоғары қатты күйде кездеседі. Сосын құрғақ газ деген атқа ие. Құрғақ газ дегеніміз ол метан мен этанды құрғақ газ деп қарастырады. Құрғақ газ осы екеуін құрғақ газ деп қарастырады. Тест сұрақтарында келетіндер есіме алып атқаным ғой. Сосын химиялық қасиеті мынандай 8 химиялық қасиет. Бірінші, оттегінде жанатын барлығына бірдей көміршікл газ және су түзіледі. Тотығған кезде бізде этан тотығу арқылы спирт түзіледі, шала тотығу арқылы алдегидтер түзіледі, толық тотылу арқылы қышқыл түзіледі. Сосын ненің бутан, сосын метанның қайда несі, метанның да тоже әр температурада әртүрлі заттар бөлінеді. Сонда жаттап алуымыз керек. Мына жерде бутанды келтірген. Бутанда мысалы 1000 градустан мына жерде бутанды келтіріпті. Жарайды. Негізі мына жерге жазып қояйық тоже. Мысалы, мынау 1500 градуста асетилен түзіледі. Сосын 1000 градуста этен түзіледі. Сосын одан төмен 500-400 градуста күйе түзіледі деген. Сосын мынанда жаттап алсаңыздар болады. Дегидролену сутегін бөлу, жоғары молекула қосылыс, жоғары молекулалар төмен молекулалар түзе отырып сутегін бөледі деген.
нитрлеу реакциясы, нитірлену реакциясы бар. Сосын хлор менен орын басу, орын алмасу бар, мінекей, коллагендену реакциясы. Сосын айналым генетикалық қатар бар. Так, мына жерде изомерлену реакциясы екен. Изомерлену реакциясы. Сосын сульфирлену реакциясы да тоже жазып қойған. Так, сондай бірнеше реакция теңдеулері бар, бұны жаттап алуымыз керек. Сосын алу жолдары қарастырылған, табиғи газ бен мұнайлы арқылы алуға болады. Соны қанықпаған көмірсутектер сутекпенен гидрлеу арқылы алуға болады. Берис реакциясы арқылы коллагенді көмірсутектерден натрий қосу арқылы алуға болады. Карбидтерден метан қосу арқылы алуға болады деген сияқты. Енді мен не қосам? Мен қосам, бұл жерде кішкене есептеу қалай болады. Мысалы, есептеуде көбінде былай келеді. Сутек саны, мысалы, 10 болатын алканды анықтаңыз деген сияқты. Алканды анықтаңыз деген сондай сұрақтар келеді. Бірінші сұрақта келтіріп қояйын. Енді алканның формуласын бірден жазамыз. Неке. Тең, мынау алканның формуласы. Енді осы жерде сутектің саны 2n қосу 2 тең 10 деп аламыз. Сонда 2n қосу 2 тең 10. n қанша болады? Мысалы, мына жерде 8, 2-ні бөлсек 4. Ондай болса 4 сутек 10 деген сияқты. Осылай. Енді мына формуланы ұмытып қалсақ, осылай анықтауға болады. Так, екінші. Реакция теңдеулері бойынша есептеулер. Әдетте реакция теңдеулері бойынша есептеулер енді 1500 градуста этанды қыздырғанда түзілген газды деген сияқты ары қарай жалғастырып кете беретін есептер. Тағы қандай есептері бар? Сол реакция теңдеу бойынша есептеу. СП гибридтену, СП3 гибридтену. Осыны жаттап алуымыз керек. Бұларда СП3 гибридтену. Сосын атау, үшінші атауды келсек, номенклатурасы. Мысалы, мынаны атай салайық. Барлығы дара байланыс болғандықтан бұл жерде алкан екені белгілі. Ең мына радикал ең шеткімен қаншалық алыста тұр, соны анықтаймыз. Мысалы, мынау санасаң бірден кейін анықтап тұр. Мынау да бірден, екі жағы бірдей тең атала береді. Мына жақтан да атасаң да болады, мына жақтан да атасаң да болады. Немесе мен мынаны өшіре салайын. Мынау мынаған жақынырақ, мына жаққа алысырақ болып тұр. Онда болса біз мынадан бастап атаймыз дегендей. Екіде мына метанның радикалы метил деп аталады, не жерде тұр? Метил. Онда болса 2 сызықша метил, бутан деп анықтай саламыз. Сосын тағы қандай бар? Атаудың тағы екі түрлі бар. Бұл жерде ең метанның туындысы ретінде қарап аталуы болады. Сосын халықтық атау, сондай болады. Халықаралық атау. Біз қазір халықаралық атаумен атап отырмыз. Енді метан туындысымен атап көрейік. Мына жерде бірінші аталуы болсын. Бізде екінші атау метанның туындысымен атап көрейік. Метанның туындысымен атаған кезде екіншіде метан тұр ғой. Метанда тұр. Так, бұл бізде үш көміртекпен байланысып тұр, үш бұрыштап қойып, үш көміртекпен байланысып тұрған үшін. Так, ондай болса, 2 диметил, метилден 2 ғой, диметил, мына жерде этил тұр, диметил, этил, метан деуге болады. Диметил, этил, метан. Бұл бізде көп органикада күрделесе түскен кезде мына атау, екінші атау бізге қолайсыз. Басында жай ғана анықталған кезде осылай атап бастаған, бірақ несі халықаралық ең тиімдірек, бірақ қарапайым нәрсені тоже көрсетеді. Сосын тағы не бар? Ұмытпай тұрғанда не қылып жіберейін.
Тағы мынандай нәрсе бар, мына біреу жоғарыдан шешіп жіберейін. Өшпей жатыр. Енді не бар? Біріншілік, екіншілік деген сияқты. Сол бар. Мысалы, мынаны атағанда. Қанша біріншіл көміртек бар? Біріншіл көміртекті біз әдетте көрсетпейміз, екіншілікті ғана көрсетеміз. Жерден тағы біреу жалғастыра салайын. Жалғастыра салайын, енді дұрыс болды. Так, екіншілікті біз домалақпен белгілейміз. Бір екіншілік, бір үшіншілік, бір төртіншілік. Осындай тоже біз атауымыз керек, атай білуіміз керек. Так, мынаны атайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5. Так, 2 диметил, 2 диметил, 2 3-ке кеткен, 3 3 метил пентан. Так. Бұл да түсінікті ғой деймін, осылай енді көбінде алкандарға келсек. Енді алкендерде жалпы өздеріңіз көріп отырғандай, жалпы формуласы 2 көміртек саны N, көміртек саны N, сутек саны екенге бағынады. Құрамында бір көміртек, бір есел байланыс кездеседі. Сондықтан да оның изомерлерінде алкандармен басқалармен салыстырғанда цис транс деген изомер артық жүреді. Так, бірінші көміртектен емес, екінші көміртектен басталады. 2, 3, 4 көміртекті алкендер газ күйінде, одан кейін сұйық, одан кейін қатты мына жерде тұр. Бұлардың гибридтену гибридтену, sp2 гибридтену, анау sp3, мынау sp2. Сосын қандай байланыстар кездеседі құрамында? Так, құрамында сигмадан 1, 2, 3, 4, 5, мысалы, етенде 1, 2, 3, 4, 5 сигма байланыс, бір пи байланыс кездеседі. Сосын алкандарда барлығында сигма байланыс кездеседі. Былай келтірсейді де болады. Сосын цис транс деген изомер жүреді. Сосын байланыс бұрышы 120. Так, байланыс ұзындығы 0,133. Мына жерде жану реакциясы көміршығынан түзіледі. Одан кейін бұны енді спирттерді алуға болады. Екі негізгі спирттерді алуға болады. Сосын тотығуы арқылы бізде күрделі эфирлерді алуға болады. Сосын сақиналы алкендерді алуға болады, кетондарды. Так, сосын мына жерде тоже көрсетілген алкендерді гидрлеу арқылы алкан алуға болады. Сосын галогендену реакциясы, қосып алу реакциясы. Галоген сутектерменен реакцияға түседі. Бұл көбінде кездеседі, мына реакция теңдеу. Мысалы, мынау. Бұл көп ұбыты болсын, не болсын, міндетті түрде келеді. Мысалы, мына хлор қосқан кезде, хлор емес, ашхлор. Ашхлор қосқан кезде марковник ережесі бойынша сутек, мына қос байланыстың қайсында сутек байланыс көп, соған кездеседі. Мысалы, мына жерде сутек мынаған барады. Мына хлор мынаған барады. Мынаған хлор барады. Қос байланыс үзіледі. Сонда 2 хлор пропан үзіледі. Мына жерде тұр ол. Мына жерде тұр. Мына жерде 2 бром пропан үзілді. Мына сұрақ көбінде кездеседі, осыны біліп жүрейік. Сосын полимерлену реакциясына түседі.
бірнеше реакциясында міне 9 изомерлену, су қосу арқылы спирттеліп алуға болады. Марковников ережесіне арқылы коллаген сутектермен қосылады. Коллагендену, гидролену, азонолиз дейді. Сосын тотығудың бірнеше түрін қарастырған и жану. Так, енді мына жерде алу реакцияларын қарастырылған. Алкандардан, спирттерден, алкиндерден, коллагенді алкандардан алуға болатын бірнеше жолын қарастырған. Так, енді алкиндерді қарастырайық. Алкиндерде үш еселі байланыс бар. Жұрнағы ин, бағынатын формуласы көміртек саны n, сутек саны екен, азайту 2. Бағана мен сіздерге айтқан бірінші есептеу жолында көміртек саны, сутек саны мысалы 10-ға тең болатын, сутек саны 10-ға тең болатын алкиндерді тап десе, неке алкиндерді онда сутек саны 2 азайту 2 тең 10. 2 азайту 2 тең 10 деп бұлай ала береміз. Мына жерде онда 8. 10-нан 2-ні алсақ 8. 8-ді 2-ге бөлсек 4. Так, көміртек саны 4. 4, сутек саны 10. Так, 2-ні азайту 2 былай қосасын жоқ, 12 қосамыз. 12-ні 2-ні бөлсек 12 6 болады. Көміртек саны 6. Көміртек саны 6, сутек саны 10 болады екен. Так, сонымен бұл дегеніміз қайсы болып тұр? Кексин 1 деген сөз, кексин. Так, мына жерде кішкене қателік болды. Ұят болды деп па? Так, n тең 6. Енді үш еселі байланыс болса, сіздер білесіздер, бұл жерде бір әлсіз, екі мықты байланыс, 2 пи, 1 сигма байланыс кездеседі. Так, енді бұларға тән қасиет 2-4 газ, 5-15 сұйық деген сияқты. Сонымен, так, мінеки пропин сутекпен әрекеттесу арқылы пропан түзіліп жатыр. Галогендермен қосып алу реакциясы, гидрогалогендену реакциясы, сумен әрекеттесу алкан алдегидтер, жоқ, алдегидтер емес, кетон түзіп жатыр. Мына жерде, мына жерде тағы білуіміз керек. Кетонды да түзеді. Сосын енді түзеді. Алдегидтерді түзеді. Ең қарапайым ацетилен сумен реакцияны арқылы алдегид түзеді. Этил алдегидін түзеді. Ал пропин сумен әрекеттесу арқылы, бұл жерде көміртектің саны көбірек болғандықтан, бұл жерде суды қосу арқылы диметил кетон түзіледі. Диметил кетон. Так, мына жерде де тримерлену арқылы бензол түзіліп отыр. Мына жерде так, қосылу реакциясы жүріліп жатыр. Мынаны көп қарастырылмайды екен. Так, в общем, мына жерде біз көрмеген біраз реакция теңдеулерін осы жерге кіргізген. Так, алу жолдары қарастырылған. Так, келесі алкадиендер. Алкадиендерде қос байланыс екі жерде кездеседі, неке бутадиен деген сияқты. Сондықтан олардың жалпы формуласы мына қанбағынат. Бұлар алкиндерге класс аралық изомер болып саналады. Сосын бұларда да тоже SP2 түрі, көміртек қос байланыс болған кезде SP2, ал тара байланыс кезінде SP3 екі түрлі гибридтені тән.
байланыс бұрышы 120. Сонымен бірге бромды қосып алу реакция теңдеулері мінекей қарастырылды. Бромды қосып алу реакция теңдеулері. Так, бромды қосып алу реакция теңдеуінде негізі мына жермен мына жерде қосып алып, 1,4 дибром бутин 2 түзіледі ғой деймін. Мына жер кішкене түсініксіз болып тұр. Так, жарайды. Келесі 1,2 қосып алу дейді. 1,4, 2 түрлі неге асырған екен. 1,2-де мынандай түзіледі, 1,4-те мынандай түзіледі дегендей. 2 түрлі қосып алуын келтірген. Сосын тоже мына жерде де тоже алкадиен болғандықтан бұлардың қосып алуы әртүрлі болып жүреді. Так, енді циклоалкандар туралы барған. Циклоалкандар туралы бар ма екен, қазір қарастырып көрейік. Циклоалкандар жоғалкен. Біз циклоалкандарды қарастырдық па? Циклоалкандарды қарастырған жоқпыз. Так, мінекей циклоалкандар. Циклоалкандар болғандықтан бұл жерде тара байланыс кездеседі. sp 3-ге біреттенуге жатады. Цикл түзгендіктен бұлардың жалпы формуласы n екен. Былайша айтқанда алкендерге класс аралық изомер болып табылады. Сосын бұл жерде газдар түрінде, сұйық күйінде, қатты күйінде кездеседі. Бұны біліп алуымыз керек. Сондықтан цикл түзгендіктен, мысалы мына циклопропан. Циклопропан сутегін қосу арқылы пропанға айналды. Циклобутан сутегін қосу арқылы бутанға айналды. Осындай гидрлену реакция арқылы алкандар түзеді. Галогендену реакциясына түседі, галогендерді қосып алу. Сосын гидрогалогендену реакциясына түседі, жану реакциясы болады, тотығу реакциясы болады, қышқылдарды түзеді көбінде. Так, мына реакция осы ұбытларда көбінде келеді. Квалтестерде де келеді осы реакция. Сосын мына реакция келеді. Жаңылмасам, Тейлор қышқылы ғой деймін. Мына Тейлор қышқылы. Так, енді Тейлор қышқылы болмаса соған жақында. Не осындай? Не? Енді бұдан басқа тағы бір не қалып қалды. Ол бізде не? Ол бізде бензол. Бензол қалып қалды. Көміртек саны 6, сутек саны 6, жалпы 6 жоқ, N 2N азайтылып 6. Бұл жерде көміртек саны 6-дан жоғары. 6-дан жоғары, мына жаққа 6-ны қоясың, 6-дан жоғары табылады. Так, сосын мына жерде үшілей салайын. Тек саны 6-дан жоғары. Так, бензол. Бензол әдетте мындай құрамында еселі байланыс кездеседі. Енді бұл жерде байланыстар санайтын болсақ, бір еселі байланыстың біреуінде бір пи байланыс жүреді. Сондықтан 3 пи байланыс. Сосын қалған сутек
сигма байланысты. Мысалы, мына үшеу, мына жерде бір сутек, екі сутек, үш сутек, төрт сутек, бес, алты сутек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В общем, 12 сигма байланысып жүреді. 12 сигма байланысып жүреді. Байланыс ұзындығы 0,114 па, қанша екен? В общем, байланыс ұзындығы. Сосын не қалды бұл жерде? Ароматты көмірсутектер. Так, енді негізі өзін цикл алқандар екен, анау не жоқ екен. Так, енді тағы, енді бұларды алу үшін ацетиленді тримерлеу арқылы көбінде алынады бензолды. Енді бензолдың класс аралық нелері бар, гомологтары бар, тура мына бағынатын. Ол ксилол, толол деген. Сосын тағы не бар? Біз білмейтіндей. Так, алуы. Сосын циклоалкандардан алынады бензолдар. Циклоалкандардан алынады. Сосын Фарадей ашқан 1825 жылы. Так, енді мен тақырыпты кішкене алып жатырмын. Так, бағанағы толур, сосын ксилол, сонан кейін кумол деген сияқты бірнеше гомологтары бар. Бұл жерде гомологтары ішінде мысалы бензолдың изомері жоқ. Сосын толулдың тоже изомері жоқ болады. Толудың изомері жоқ. Бұл да тоже ОБТ тесттерінде тоже келген. Төмендегі қосылыстардың ішінде, аромат қосылыстардың ішінде изомері жоқ қосылыстарды анықта деген. Изомер басталады ксилолдан. Ксилолдыкін біз былай не қылсақ, ортаға қойсақ, жоғары жағында бір метил, мына жерде бір метил. Егер де мына метилдер бірдей, бірінен кейін бірі не қоса, онда ол орта ксилол. Егер де екі шетінде болса, мынада 1 мен 3-те болса деген сөз ғой. 1 мен 3-те болса, онда олар метаксилол. Сонан кейін екі шетінде болса, онда ол параксилол болып табылады. Мына жерде. Так, енді бізде кумолдың формуласын жазып көрейік. Так, кумолда оның екінші аты пропил бензол деп те аталады. Енді осы соның изомері болып табылады. Бұл кумол болып табылады. Екінші аты бұлса изопропил. Так, кумолдың норма кумол және изопропил кумол. Так, енді не қалды бізде? Бағанағы бензолдың изомерін фенил деп атаймыз. Фенил. Радикалын фенил деп атаймыз. Так, ол мен шатасып тұрған жоқпын бекен, бір қарай салу керек еді. Так, фенил деп атайды. Мына жерден көзім көріп тұрған жоқ. Так, мына жерде бір нәрсені шатаспын. 14 деген есімде бар. Сонда олардың ұзындығы 0,14 екен. 114 емес, 0,14. Так. Гибридтену
бұл жерде дара байланыс бар и қос байланыс бар. Мына жерде мысалы гибридтен sp3 болса, мына жерде еселі байланыс бол, сондықтан sp2. Былайша айтқанда гибридтен sp2 мен sp3 бірге жүреді. Так, енді не қалды? Еш атаспасам, сол фенил деп аталады бұның несі. Радикалы. Фенил радикал деп. Так, алудың бірнеше әдісін айттым бағана. Гексаннан алуға болады, катализатор қосып, сосын ацетиленнен алуға болады, сосын цикло, мысалы өзара алуға болады. Мысалы бензолды арқылы метил галогендермен, мысалы галоген алкандармен қосу арқылы, мысалы тулол алу деген сияқты бірнеше алу жолдары бар. Так, бұл негізі жаратылыс бағытында бірінші бөлімнің 10-шы беттерінде толықтай қарастырылған. Так, енді мен не айтайын бұл жерде? Так, сосын бензолдың химиялық қасиеті бір кішкене күрделірек қасиеттер. Бұл әдетте жарықтың әсерінен гексахлор бензол түзіледі. Гексахлорат түзіледі. Сосын катализатордың әсерінен бұл жерде хлор бензол түзіледі. Химиялық қасиеттерін қарастырып жатқан. Так, үшіншісі, бізде азот қышқылдарменен нитролену реакциясына түседі. Азот қышқылдармен NO OH болады ғой, сондықтан не? 2 түзіледі. Так, төртінші, мына жерде азот қышқылдарынан екі жағдайда. Егерде күкірт қышқылының концентрлі қоспасы, азот қышқыл қоспасы қыздырған кезде нитробензол түзіледі. Ал енді егерде азоттың концентрлі қышқылы және мына неден толулдан азот қышқылы, күкірт қышқылы концентрлі. Осыдан бізде не түзіледі? Тринитротолул түзіледі. Тринитротолул. Мына жерде үшеуі болады. Үшеуі болғандықтан, так, бұл жерде үшеуі болғандықтан көміртек саны, сутек саны азаяды. Екеу, үшеу үзіледі. Үшеу болады. Так, су, 3 молекула су түсілді. Так, бесіншісі, так, бензой қышқыл деген нәрсе түзіледі. Бұл жерде тотықтыру арқылы бензой қышқылы деген зат түзіледі. Бензой қышқыл деген. Негізгі осылар. Сосын стиролдан полистирол деген алты. Стиролдан полистирол түзіледі. Стиролдан былайша айтқан кезде стиролдан. Так, онысы, так, былай. Осыдан полимерлену арқылы полистирол түзіледі. Бұл реакцияда көп кездесетін реакция. Так, бензолда айтатыным осы. Жалпы органикалық қосылыстар
местерге бағана басында жіктедім. Міне бір кішкене шолып жіберейін. Органикалық қосылыстар: көмірсутектер, оттекті органикалық қосылыс, азотты органикалық, көмірсутек сулар болып бөлінеді дедік. Көмірсутектердің өзі қаныққан, қанықпаған болып бөлінеді дедік. Тізбектелген және цикл құралына қарай тағы бөлінеді дедік. Цикло көмірсутектер, циклді көмірсутектер, тізбектелген көмірсутектер деп. Енді бізде көбінде қаныққан, қанықпағандарға қаратылады. Қаныққанда мына негізгі байланыс сутекке қажет, көміртекке қажетті сутектің толыққанды болуы. Мысалы, көміртек N болғанда сутек екен қосу 2. Бұны қамтамасыз ететін және дара байланыс болатын ан жұрнағымен аяқталған болса, ол органикалық қосылыс алкандарға жатады дедік. Ал енді формулаға бағынбаса да, бұл жерде тағы да алканның бір тармағы ретінде циклоалкандарды қосуға болады. Бағынбаса да формулаға, бірақ ол жерде дара байланыс ан жұрнағымен аяқталады и гибридтену sp3-ке бағынады дедік. Алкендерде дара қос еселі байланыс N жұрнағымен аяқталады. Бағынатын формуласы көміртек сутек екен. Осылар. Сосын алкиндерге қарадық, алкадиендерге қарадық, сосын изомерлерге қарастырдық. Енді мына жерде бір нәрсе қалып қапты сіздерде. Изомер деген нәрсе қалып қапты. Изомер және номенклатура деген нәрсені, изомер номенклатура деген нәрсені қарастырып тастайық. Изомер. Әр кластың қандай изомерге жататынын біз білуіміз керек. Мысалы, алкандарда бұл жерде ешқандай функционал топ жоқ. Сондықтан ең қарапайым изомерлену түрі бұл ешқандай көміртек қаңқасы арқылы қаңқасы ғана қаралады. Осы бір ғана изомер болады. Мысалы, бутан болса, нормабутан. Бұнаны бұлай жалғастырсақ та болады. Не осылай. 1, 2, 3, 4 десек, мысалы, жоқ, 3 дейміз да, мына жерден біреу келтіреміз, мысалы. Мынау изобутан. Изобутан немесе 2 метил пропан. Так. Енді алкендерді көміртек қаңқасы бойынша, сосын көміртек қаңқасы бойынша, еселі байланыстың орны бойынша, сосын цис транс бойынша деп 3 түрлі изомерге бөлінеді. 3 түрлі изомерге бөлінеді. Сондықтан да бұлардың изомер саны алкандарға қарағанда көбірек болады. Мысалы, бутенді қарастырып көрейік. Мінекей. Мынау бутен 1. Бутен 1 болса, мына еселі байланысты жерге апарайық ортаға. Мынау бутен 2. Бутен 1 мен бутен 2 еселі байланыстың орны бойынша. Енді көміртек қаңқасы бойынша, көміртек қаңқасы бойынша. Мысалы, бұл 2 метил пропен. Пропен 1 деп қояйық. 2 метил пропен мен бутен 1, мына екеуі көміртек қаңқасы бойынша изомер болып тұр. Ал мына екеуі қос еселі байланыстың, жоқ, мына 1 деп қойыңызшы, мына 2 деп қойын, мына 3 деп қойын. 1 мен 2 еселі байланыстың орны бойынша. Сосын 1 мен 3 көміртек қаңқасы бойынша. Сондай. Сосын цис-транс. Цис-транс дегенде, мысалы, мынаны қарастыруға болады. Сутек саны 2 жақта болса, транс. Ал 1 жақта болса, цис болады. Ол жазудан ақ уже байқалады. Цис, мысалы, мынау транс бутен 2. Транс бутен 2, мысалы,
Цис-бутен 2. Транс-бутен 2, цис-бутен 2 бұл кеңістік цис-транс демейді айтпақшы. Кеңістік изомерлену деп аталады. Кеңістік изомерлену. Алкеннің осындай изомер түрі бар. 3 изомерлену түрі. Сосын алкин. Алкинді мына жерге қосып жазайын. Алкиндерде тоже изомерлену түрі біріншісі үш еселі байланыстың орны, сосын екіншісі бағана көміртек қаңқасы, сосын үшіншісі ол айтпақшы класс аралық. Мына жерде де тоже бар. Мына жерде тоже бір көміртек қаңқасы, екі еселі байланыс, үш кеңістік транс, төртінші класс аралық. Класс аралық қалай жазамыз? Класс аралық мысалы циклобутан. Циклобутан кез келгенмен класс аралық изомер бола алады. Циклобутанмен. 4 түрлі изомерлену. Алкені 3 түрлі изомерлену. Алкандарда көміртек қаңқасы бар. Алкандардың изомері жоғы метан, етан, пропан. Осы үшеуінде изомер жоқ. Тоже біліп жүру керек. Алкендерде ацетиленде, пропинде изомер жоқ. Бутиннен басталады изомер. Так, алкадиендерде тура сондай қос еселі байланыстың орны бойынша, не бойынша. Так, енді біз екі затты бір атап жіберейік. Изомерленудің бір екеуін атап жіберейік. Номенклатурасын жасап жіберейік деген мо. Так. Мына бір затты атап жіберейік. Сутекпен толтырманы білестіру, енді мына жерде екеу болса, мына жақта екі сутек болады. Үшеу болса, мына жақта біреу болады. Үшеу болса, біреу болады. Білестер. Так, енді қалай атап жібереміз? Есел байланыс қайсы шетте тұр, содан бастаймыз. Мынау қане әлі шетте емес, бір кейін тұр. Мынадан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Так, ондай болса, жоқ, бірінші біз жерде ешқандай радикал жоқ. Бірінші біз радикалдан бастауымыз керек. Радикал жоқ. Сондықтан бізден бірден бастай берейік. Мына жерде 5-пен аяқталды. 5 дегеніміз бізде пен таңғы, пен деп басталады. Ал енді есел байланысқа болғандықтан дейін. Онда пентадиен дейміз да, сызықша қай жерде тұр? 1-де тұр, және 3-те тұр. Болды, пентадиен. Енді бұны біз өзгертіп жіберейік. Мына жерге бір бромды қойып жіберейік. Мынаны атап жіберейік енді. Ал атап жіберейік. Так, есел байланыс қай жақта шетте тұр, сол жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бірінші радикалды анықтап жібереміз. Мынау бізде радикал болып тұр. 2 метил. Енді мынаны атамыз. 4. Бізде бром. 2 метил, 4 бром, пентадиен қайда тұр? 1 және 3 деген сияқты. Ол 2 метил, 4 бром, пентадиен. Көп сөйлеп, тамағымды ұрып кетті ойын. Так, енді қарапайымдауын бастайық. Кішкене қарапайым бастайық. Мынандай қарапайым болсын. Кішкене. Бірден атай берейік.
қай жақтан бастасақ та екі жағына бірдей аралықта тұр. Сондықтан бастай береміз. 1, 2, 3 деп. Екі радикал тұр. Метил радикал. Көміртек бір өзі тұрғандықтан мынандай радикал болады. 2, екеуінің арасында үтір қойылады. 2 үтірі 2 сызықша диметил пропан дегенде. Сосын тағы бір нәрсені есіме түсіп жатыр. Так, бізде мен сіздерге іздей салайын. Мына жерлерде мен алсам болады екен ғой. Қазір дайын квал тесттерден алайын да, қоя берейін да. Мысалы мынаны атап көрейік. Қалай атауға болады мынау? Мына жерде бізде 4 көміртек, бірісі түзудің бойында, бір радикал тұр. Ондай болса, қалай атаймыз? 2 метил бутен 2 болады. 2 метил бутен 2. Не? Мынаған жақынырақ болып тұр ғой. 1, 2, 3, 4 болады. 2 метил бутен 2. Так. Көз тағы да бір суреттер келтіріп жіберейін. Мына бір затты атап жіберейік. Мына көміртектің санайсыз, мына жақта біреу тұр. Мына көміртектің жақта мына көміртек мынадан үшіншісінде тұр, 1, 2, 3. Бізде екіншісінде тұр. Сондықтан біз ең азын таңдаймыз. Мына жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Так, енді радикалды бірінші атаймыз. 2. Екеуде бірдей радикал. 2, 3 диметил пен есел байланысты. Пентен есел байланыстың орны 2. 2, 3 диметил пентен 2. Так, енді біреуін установка жасап жіберейік. Жоғары молекулалық қосылыстарда. Мысалы, мынауын айтпақшы отырған мұны. Тейлор қышқылы. Тейлор қышқылы менен диметил глицин ба, сол екеуі бірігу арқылы сондай каплар деген. Каплар ма? Атын ұмыта беретін болдық қойшы. Сондай оқшым қосылып түзіледі. Кевлар дейді. Так, міне осындай атауларына мұқият болу керек. Жақсы дұрыстап атауымыз керек. Атау соңғы кездерінде көп кездесіп жатыр. Қайсы болсын. Так, назар қойып тыңдағандарыңыз осы. Мінекей органикалық кіріспеде бүгін көмірсутектерді қарастырамыз. Келесі сабақтың оттек, онан кейін азот, онан кейін көмірсу дегендей.